Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Ибраева Гүлнара Жақсылыққызы. Математика пәнінің мұғалімі. Ал балалар, бүгінгі математикада жаңа тақырыбымыз ақиқат немесе жалған пікірлерді құру. Пікірлеріміз бізде жалған да, ақиқат та бола алады екен. Ал сабағымызды бастайық. Сабақтың бүгінгі мақсаты сенің меңгеретінің ақиқат немесе жалған пікірлерді құруды үйрену, ақиқат немесе жалған пікірлерді ажырата алу. Бүгінгі негізгі мақсатымыз осы. Мына жердегі бірінші тапсырмамыз тұр. Тапсырмаларымыздың сөйлемдері дұрыстап оқып алайық. Бұл тапсырма мына сөйлемдердің қайсы пікір бола алады? Қайсы пікір бола алады? Балалар, пікірімізді қарап аламыз қазір. Қайсы сөйлем пікір бола алады екен? Қараймыз. А. Қандай шуақты күн? Ол пікір бола ала ма, бола алмай ма? Лепті сөйлем. Қараймыз балалар. Бұл пікір бола алмайды. Ары қарай. 102 мен 4 сандарының көбейтіндісі 408-ге тең. Балалар, пікір бола ала ма? Пікір бола алады. Б. Сіз табиғат аясындағы демалуды ұнатасыз ба? Балалар, пікір бола ала ма, бола алмай ма? Бола алмайды. Сөйлеміміз өйткені сұраулы сөйлем. Ары қарай. Б. 8 саны жұп сан. Бұл пікір бола алады, балалар. Ары қарай. Г. Ай жердің серігі. Балалар, ойланамыз. Пікір бола ала ма, бола алмай ма? Пікір бола алады. Ай жердің серігі. Ары қарай кеттік. 3 және 5 сандарының қосындысы 8-ге тең. Балалар, ойланамыз. Пікір бола ала ма, бола алмай ма? Пікір бола алады. Сіз театрға бардыңыз ба? Балалар, сөйлем соңын қараймыз. Сұраулы сөйлем. Бұл сөйлеміміз пікір бола алмайды. Келесі соңғы сөйлеміміз. Өтінемін, маған кітапты алып келіңізші. Бұл сөйлемде пікір бола алмайды. Өйткені сөйлеміміз өтініп тұрған леп белгісі сөйлемнің соңында тұр. Балалар, сонда біз пікірлеріміздің, пікір деп отырғанымыз неке сөйлемдердің соңдарында нүкте хабарлы сөйлем екен. Ал жаңағы сөйлемдердің сұраулы сөйлеміміз, лепті сөйлемдеріміз бізде ол сөйлемдер пікір бола алмады. Балалар, түсінікті ме пікір туралы? Ары қарай келесі тапсырмамызға көшейік. Ал енді, мына жерде пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтаймыз. Балалар, жаңа пікір сөздерді тауып алдық. Ол пікір сөздеріміз ақиқат немесе жалған болады екен. Енді осы 4 сөйлем берілген, осы 4 сөйлемнің ішінде қайсы ақиқат пікір, қайсы жалған пікір екен. Енді оқимыз бірінші асы. Табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарды шашып кетуге болмайды. Балалар, табиғат аясына біз серуендеуге шыққанда қоқыстарымызды шашып кетуге болмайды екен. Бұл сонда ақиқат пікір ме, жалған пікір ме екен? Әрине, балалар, бұл ақиқат пікір. Өйткені қоқысты шашып кетуге болмайды. Екінші сөйлемімізді қараймыз. Табиғат аясында демалғанда суға түсуге болмайды дейді. Ал қараймыз, табиғат аясына демалуға келгенде қалай суға түсуге болмайды екен? Ойланамыз. Бұл жалған пікір ме, ақиқат пікір ме екен? Жалған пікір болады, балалар. Ары қарай кеттік. Келесі сөйлемді оқимыз. Табиғат аясында демалғаннан кейін жаққан отты сөндіру қажет. Балалар, ойланамыз.
біз демалуға барған кезде қоқыстарымызды шашып кетуге болмайды. Бізде демалу орындарының өзінің мәдениеті бар екен. Одан кейін табиғат аясынан демалғаннан кейін отты сөндіріп кету қажет екен. Бұл ақиқат пікір екен, балалар. Табиғат аясында демалғанда қайықпен серуендеуге болмайды дейді. Бұл, балаларымыз, бізде жалған пікір болады. Біз табиғат аясына барғанда біз өз жаңағы мәдениетті сақтауымыз керек екен. Табиғатты қорғауымыз керек екен, балалар. Біз әрбір демалған орындарымызды жинап кетуіміз керек екен. Қоқыстарымызды тастамау керек, отты сөндіріп жинап кетуіміз керек екен, балалар. Балалар, осындай табиғат аясында демалғанда біздің осындай мәдениеті бар екен. Ал, балалар, келесі тапсырмамыз. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Көбейтінділерді көбейткіштердің квадраты немесе кубына айналдырып, өрнектің мәнін тап. Балалар, қараймыз. Бірдей көбейткіш сандар. Бізде бірдей көбейткіш сандарды квадратқа да, кубқа да айналдыра аламыз. Өрнек шығара аламыз біз. Арасында басқа натурал сандар кездесіп қалса, бізде куб та квадрат есебіміз шықпай қалады. Сондықтан бізге берілген өрнегімізде бірдей көбейткіш сандар тұр. Қараймыз. 7 саны 3 рет бір-біріне көбейтеміз. Бізде қандай болады? Куб бола ма, квадрат бола ма? Ойланыңдар, балалар. Есепті жазып отырамыз. 8 саны. 8-ді көбейтеміз 8-ге, көбейтеміз 8-ге. 3 8 жазылған, бір-біріне көбейтеміз. Куб бола ма, квадрат бола ма? Ойланамыз. 9 саны. 9 саны мына жерде 9-ды көбейтеміз 9-ға, одан көбейтеміз 9-ға. Бізде 9 саны мына жерде 3-еу болып тұр. Куб бола ма, квадратқа айналдырамыз ба? Ойланамыз. Екінші, 10 көбейтеміз 10-ға. Ойланамыз, балалар. Квадратқа айналдырамыз ба, кубқа айналдырамыз ба? 4 көбейтеміз 4. Ойланамыз. 20 көбейтеміз 20. Куб бола ма, квадрат бола ма? Балалар, ойланыңдар. Есепті дұрыстап жазып алыңдар. Қараймыз. Дәптерлерімізге дұрыстап жазып аламыз. Енді тексеріп көрейік, балалар. Қалай шығарыңыздар? Тексеріп көреміз. Балалар, енді есептің дұрыстығын тексереміз. Қараймыз, мінекей. Сонда бізде 7 3 көбейткіш тұрғанымыз, бізде 7-нің куб екен. 343 болып тұр. Бізде, мінекей, 8-дің кубын шығардық, 512. 9-ды кубқа айналдырдық, 9-дің кубы 729. Енді қараймыз. 10-ды көбейтеміз 10-ға, біз 10-ның квадратын таптық. 10-ның квадраты 100 екен. 4-ті көбейттік 4-ке, 4-тің квадраты бізде 16. 20-ны 20-ға көбейттік, 20 квадрат болды. 20 квадратымыз бізде 400 сан екен. Ал, балалар, есептеріңіз дұрыстап алыңыздар. Қателерін қарап алыңыздар. Дұрыстап тексеріп аламыз. Балалар, келесі тапсырмаға көшеміз. Енді 4-ші тапсырмамызды дұрыстап қараймыз, балалар. Өйткені есебіміз мәтіндік есеп. Бұл есептің шарты бар бізде, сұрағы бар бізде. Шешуін шығарамыз, жауабын жазамыз. Енді қараймыз, мәтінді бір оқып алайық. Мәтінді оқымас бұрын суреттерге қарап аламыз. Біздің суретіміз осы мәтінге байланысты. Есебіміз осыған байланысты болады, сондықтан. Табиғат аясында 250 адам демалып жүр. Өзі барлығы 250 адам демалып жүр екен. Бізге белгілі. Олардың тауға өрмелейтін 86 адам жүр екен. Ал одан 2 есе кем атпен демалушылар жүр екен. Мінекей, тауда 86 адам жүретін болса, атпен демалушылар 2 есе кем екен. Ал қалғаны тауға жаяу шықты. Мінекей, жаяу шыққан кісілер неше адам тауға жаяу шықты дейді. Сұрағымыз бар бізде. Қараймыз. Тағы да қайталап оқып алыңыздар өздеріңіз. Суретті қарап алыңыздар. Суретіміз мәтінге байланысты. Есептің шартын жазып алдыңдар ма, балалар? Шешуін шығарып болсаңдар, жауабын жазып болсаңыздар, тексеріп көрейік. Ал, балалар, дұрыстығын тексереміз.
Тауға өрмелеп жүрген адамдар 86 болды. Атпен серуендеп жүрген адамдар белгісіз 2 есе кем болды. Жаяу адам бізде жүргені белгісіз. Барлығы 250 адам екен. Ал енді қарап аламыз. Мына жерде біз атпен серуендеп жүрген адамдың санын шығарып алуымыз керек. Өйткені бізде 2 есе кем болған берілгенде. 86-ны бөлеміз 2-ге. 43 болды. Бұл 43 саны атпен серуендеп жүрген адамдар екен. Енді құрама есеп шығарып аламыз астына. Қараймыз. Бізде барлығы 250 адам болды. Қараймыз. Азайту. Жақшаның ішінде 86 бұл тауға өрмелеп жүрген адам саны. Қосамыз 43, бұл атпен серуендеп жүрген адам саны. Екеуін қосып аламыз. Қосып алып, қалған санды 250-ден азайтамыз. Жауабы 121 адам тауға жаяу шығып жүр екен. Балалар, есеп жазып алдық па? Дұрыстап, әдемілеп жазып аламыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда біз жалған немесе ақиқат пікірлер туралы мәлімет алып алыңыздар. Жалған пікірлерді қалай тауып алуымыз керек екен? Ақиқат пікіріміз қандай болады екен? Жалған немесе ақиқат пікірлерді ажырата аласыңдар деп ойлаймын балалар. Одан кейін біз көп есептерімізді қайталау есептерін тапсырмалар шығардық. Осы тапсырмалардың барлығын жазып алды деп ойлаймын сіздердің. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня с вами я, Гульмира Таланбековна. Начинаем наш урок русского языка. Сегодня на уроке ты узнаешь, как использовать в речи сложные предложения с союзом «и», а также ты научишься понимать лексическое значение слов в предложениях и в тексте. Я предлагаю посмотреть нам интересное видео о воде. Итак, внимание на экран. Не зря сказано, что вода – источник жизни, потому что жизнь возникла в воде. Вода встречается во всех живых организмах. Например, основной состав крови или сока – вода. В зерне сухого растения есть определенное количество воды. Некоторые морские существа, например, медузы, на 98% состоят из воды. Очень интересное и познавательное видео вы сейчас увидели. И мы будем работать с текстом. Посмотрите, пожалуйста, перед вами текст, но текст не полный. В нем пропущены слова. Какие слова нужно вставить? Посмотри внимательно и выбери подходящие по смыслу. Слова-подсказки. Утоляет, кормит, дает, поет, лечит, стремится, застывает, течет. Проверь себя. Вот такой вот текст получился у нас. Давай мы его вместе прочитаем. Без нее нельзя прожить и дня. Она утоляет жажду, кормит человека, дает жизнь полям и садам. Она поет человека и лечит его болезни. Она то паром стремится в облака, то льдами застывает на морозе, то жидкостью течет в реках и озерах. Именно ей наша планета Земля обязана возникновением и развитием жизни. Что это? Вода. Итак, мы вставили в текст пропущенные слова. А теперь скажите, пожалуйста, какой частью речи
являются все данные слова. Да, это глаголы, или мы говорим слова действия. Вода что делает? Утоляет. Вода что делает? Кормит. Вода что делает? Дает. Вода что делает? Поет. Вода что делает? Течет. Вода что делает? Лечит. Вода что делает? Стремится. Вода что делает? Застывает. Вот сколько действий, и это все относится к воде. А теперь посмотри, пожалуйста, очень и очень внимательно. Перед тобой два текста. В первом тексте употреблены местоимения «она», «ее». Во втором тексте данные местоимения заменили существительным «вода». Давай прочитаем второй текст. Без воды нельзя прожить и дня. Вода утоляет жажду, кормит человека, дает жизнь полям и садам. Вода поет человека и лечит его болезни. Вода то паром стремится в облака, то льдами застывает на морозе, то жидкостью течет в реках и озерах. Именно в воде наша планета Земля обязана возникновением и развитием жизни. Какой текст тебе понравился больше? Почему? А теперь угадай. Определи название водоема. Высота, скорость, пена, падать, шум. Камыши, лягушки, темная вода, запах, тонуть. Прибой, песок, загорать, волны, солнце. И давай проверим. Да, водопад – это высота, это скорость, это пена, конечно, падать и шум. Все эти слова относятся к водопаду. Камыши, лягушки, темная вода, запах и тонуть – это болото. И с морем связано все самое красивое и прекрасное – это прибой, песок, загорать, волны и солнце. Отлично. А теперь следующее задание. На экране представлена схема предложения. Придумай самостоятельно предложение по заданной модели. Для этого нужно внимательно посмотреть на схему. Итак, перед нами схема сложного предложения. Наше сложное предложение состоит из двух простых предложений. В каждом простом предложении грамматическая основа, подлежащая и сказуемая. Два простых предложения в составе сложного связаны при помощи союза «и». Итак, например, вот такое предложение. Солнце светит, и дети загорают. А какое у тебя получилось предложение? Выучи скороговорку. Что же такое скороговорка? Скороговорка – это небольшой шуточный текст, который надо проговорить очень быстро, без пауз и запинок. Попробуем? Сначала мы должны прочитать наш текст в медленном темпе, затем быстрее, все быстрее и быстрее. Давай попробуем вместе. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап.
Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку, цап. И еще быстрее. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку, цап. Отлично. И давай подведем некоторые итоги сегодняшнего нашего урока. Мне было трудно сегодня, у нас красный смайлик, да, я неплохо работал на уроке, или я доволен сегодня своей работой. Вот и подошел к концу наш урок русского языка. До новых встреч! Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз су тіршілік көзі ортақ бөлімі бойынша есептік және реттік сан есімдер тақырыбымен танысамыз. Бүгін сен берілген сурет бойынша мәтіннің мазмұнын болжайтын боласың. Реттік сан есімдердің жасалу жолын білетін боласың. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын білесің. Балалар, тақтаға назар аударып, онда қандай жануар бейнеленгенін табайық. Сөйтіп, қазір оқитын мәтініміздің не туралы болатынын болжайық. Дұрыс айтасыздар, балалар. Суретте коала бейнеленген. Балалар, коала туралы қызықты мәтінді бірге оқиық. Коала Австралия құрлығында өмір сүреді. Коала мүлдем су ішпейді. Өзіне қажет ылғалды эвкалипт ағашының жапырағынан алады. Үлкен коаланың бойы 80 сантиметрге дейін жетеді, ал салмағы 15 келі болады. Жаңа туған коаланың салмағы 5 грамм екен. Олар тәуліктің 20 сағатын ұйықтауға, ал қалған 4 сағатын тамақтануға жұмсайды. Қауіп төнген кезде немесе салқындау үшін коалалар көлге түседі. Олар суда еркін жүзеді. Сонымен балалар, мәтін не туралы болды? Дұрыс айтасыздар, коала деген жануар туралы болды. Осы мәтіннен сіздер коала жайлы қандай қызықты деректер білдіңдер? Коала мүлдем су ішпейді екен. Ол өзіне қажет ылғалды эвкалипт ағашының жапырағынан алады екен. Балалар, Австралияда мекендейтін жергілікті халықтың тілінен аударғанда коала су ішпеу деген мағына береді. Балалар, енді жаңа тақырыбымызға байланысты мәтіннен сан есімдерді тауып алайық. Әне, ол үшін мәтінді тағы да бір рет мұқият оқып шығыңыздар. Өздеріңіз байқап отырғандай, бірінші және екінші сөйлемде сан есім жоқ, келесі сөйлемнен бастаймыз. Үлкен коаланың бойы 80 сантиметрге дейін жетеді. Үлкен коаланың бойы қанша сантиметрге дейін жетеді? 80 сантиметрге дейін жетеді. Сан есіміміз 80. Ал салмағы 15 келі болады. Ал салмағы неше келі болады? Салмағы 15 келі болады. Сан есім 15. Жаңа туған коаланың салмағы 5 грамм екен. Жаңа туған коаланың салмағы неше грамм? 5 грамм. Сан есіміміз 5. Олар тәуліктің 20 сағатын ұйықтауға, ал қалған 4 сағатын тамақтануға жұмсайды.
олар тәуліктің неше сағатын ұйықтайды? Олар тәуліктің 20 сағатын ұйықтауға жұмсайды. Ал неше сағатын тамақтануға жұмсайды? Олар 4 сағатын тамақтануға жұмсайды. Бұл сөйлемдегі сан есімдер 20 және 4. Балалар, бәріміз бірге отырып, сан есімдерді дұрыс анықтадық. Балалар, тағы да экранға мұқият назар аударамыз да, ондағы сөйлемдерді оқиық. Себетте 9 алма бар. Себетте қанша алма бар? 9 алма бар. Сан есім 9. Асан екінші партада отыр. Асан нешінші партада отыр? Асан екінші партада отыр. Бұл сөйлемдегі сан есім екінші. Ал енді сіздер осы сөйлемдердегі 9 және екінші сан есімдерінің бір-бірінен қандай ерекшелігі бар екенін тауып көріңіздер. Балалар, дұрыс, бұл екі сан есімнің өзара айырмашылығы бар. Біріншіден, 9 саны себетте қанша алма бар екенін айтып, нақты санын көрсетіп тұр. Ал екінші сан есімі заттың ретін білдіріп тұр. Екінші айырмашылығы 9 қанша деген сұраққа жауап береді. Ал екінші сан есімі нешінші сұрағына жауап беріп тұр. Және тағы бір айырмашылығы 9 сан есімі тек қана түбірден жасалған. Ал екінші сан есімі түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр екен. Керемет балалар. Балалар, бүгін біз сан есімнің есептік және реттік деген түрлерімен танысамыз. Видеоға назар аударыңыздар. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә. Балалар, сіздер видеоны мұқият қарап, ондағы берілген ақпаратты естеріңізге сақтады деген ойдамын. Балалар, тағы да мынаған назар аударайық. Есептік сан есімдерді есептеу кезінде қолданамыз. Мысалға, 1 кітап, 10 оқушы, 30 үй. Ал реттік сан есімдер заттың ретін білдіреді. Реттік сан есімдердің жұрнақтары ыншы, ыншы, нышы, інші. Мысалы, 1-ші күн, 10-шы қатар, 30-шы қабат. Балалар, енді алған білімімізді тиянақтап алу үшін тапсырмалар орындайық. Есептік сан есімдерден реттік сан есімдер жасау керек. Бұл сіздерге қиын болмайды. Себебі сіздер есептік сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтарын жалғасақ, реттік сан есім жасалатынын жақсы білесіздер. 6, 9, 12, 24,
есептік сан есімдерін бәріміз бірге тездетіп реттік сан есімге айналдырайық. Өзімізді тексерейік. 6, 6-шы, 9, 9-шы, 12, 12-шы, 24, 24-шы. Балалар, есептік сан есімдер қанша, неше сұрақтарына жауап беретін, ал реттік сан есімдер нешінші сұрағында жауап беретін тағы да бір естеріңізге саламын. Балалар, келесі жаттығуға назар аударамыз. Берілген сан есімдердің есептік немесе реттік екенін анықтауымыз керек. Сіздерге келесі